Біздің сүйікті көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясын бірге ашайық. Біздің заманымызға дейін 2000-1000 жылдары қызылшаны жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланылған. Қызылшаның құрамында көмірсу, калий, фосфор, магний, мырыш және тағы да басқа көптеген дәрумендер бар. Жинап алған бойда пісірген қызылшаның емдік қасиеті бар екен. Қызылша көп қайнатуды қажет етеді. Қайнатқан кезде қызыл түсін жоймас үшін суға құм-шекер салуға болады екен. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанды басады, қан аздықтың алдын алады. Мінекей, енді мен сіздерге осындай құрамында дәрумені көп, адам ағзасына пайдалы қызылшадан салат жасап көрсетемін. Алдын ала қызылшаны пісіріп алып, оны үкіштен өткіземіз. Мейізді және грек жаңғағын ұсақтап, оны барлығын қосып, майонезбен араластырамыз. Бірінші салатымыз дайын. Екінші салатқа қызылшаны көбіктеп тураймыз. Алманы да көбіктеп турап шығамыз. Ұсақталған грек жаңғағын және үкіштен өткізген сарымсақты барлығын салып майонезбен араластырамыз. Мінекей, салаттарымыз дайын болды. Екі салаттың да дәмі бір-біріне ұқсамайды. Менімен бірге жасап көріңіздер.